негізі ішіндегі жүрегімдегі толқып тұрған дүниелерді мына оғыздаған және шәмші бауырларым айтып кетті. Бірақ тағы қосарым, ақырын латыншаға ауысып жатырмыз. Осы кинотеатрларға, осы прокат мәселесіне бір үлкен ұсыныс. Бұлар келешекте субтитр жасаса, немесе жаңағыдай бүкіл рекламалық қазақ тілді материалдарды қылса, осы біздің жаңа латыншаға өтіп жазған жақсы еді. Бұл бір жағынан келешекке қадам, және де қазіргі аударылып жатқан дүниелер аманшылық болса, бір күнде бітпес, ол келешекке баратын дүние. Сол үшін осы қазірден бастап осы қадам бірден латыншамен кете бергені жақсы еді. Сосын тағы бір мәселе. Осындай сұхбаттар негізі кинотеатрлармен өткізбесе де болушы еді. Өйткені бұлар коммерциялық ұйымдар, бұл өкілеттік органдармен ғана әңгімелесетін мәселелер негізінде. Өйткені жаңа осы алдымызда айтылып жатқан сөздерді не түсінікті? Түсінікті біздің органдардың өздерінің өкінішке орай ниеттері дұрыс болмай тұр. Ол неден? Біздің қазақтың өкінішке орай айтарым ұлттық намысының, санасының аздығынан. Әр жерде, әлбетте, әр органда, әр кабинетке барғанда қазақ деп ауылда кіші жанып тұрған азаматтарды көремін. Бірақ өкінішке орай сол мекемелердің көбі біздің қазақ деп кіші жанашып тұрған жоқ. Тіпті жаңа осы жерде де жап-жақсы қазақтар бір-бірімізбен бір ортақ тілмен сөйлесе алмай жатырмыз. Және де бір-бірімізге қарсы шығып жатырмыз. Басқа халықтар бізге қарап тұр. Бұлар не істеп жатыр? Мазақтап жатыр. Ал біз бір-бірімізді мүжіп, бір-бірімізге ренжітіп, басқаларға күлкі болып жатырмыз. Ал енді ойлаңыздаршы, осындай мәселе біз қасымыздағы Өзбекстанда, немесе жаңағыдай басқа елдерде бар ма ондай? Қазақ тіл мәселесі, өзбек тіл мәселе ме Өзбекстанда? Сол үшін айтатыным, әркім үйінде, ұясында, кішкентай баласына, бала күнінен құю керек. Сен қазақтың баласысың. Сен өткендегі батырлардың ұрпағысың. Сен еліңе жанашырсың. Ал оны қалай ете аламыз? Егер бала кішкентайдан туғанынан бастап, көз ашқанынан бастап, мультфильмді орысша қараса, фильмдерді бәрін американ орыс фильмдерін көрсе, бүкіл аналардың арақ ішкен бүкіл ойнас зиналарын көріп өссе, біз ол балаға ертең ұлттық қандай жақсы тәрбие береміз? Сол үшін айтып жатқаным, бесікті түзеу деген сөз осы мультфильмнің өзі мүлдем тек қана қазақша болу керек. Ал апалар, ал қарындастар, әлбетте бүгін біразыңызды беттеріңізді қызарттық, сіздерге ұсыныс ренжімеңіздер. Ал ендігі әрі осындай мәселеге түспейік. Осындай мәселеде үлкен ұлттық маңызды бар ғана мәселелер шешейік. Ал біз қазақ болып тұрып, міне 30 жылға жақындап жатырмыз тәуелсіздігіне. Қазақша сөйлейік, қазақтың мәселесін шешейік деп жатырмыз. Бұл мәселе негізі ескі мәселе, бірақ кешігіп қалған мәселе. Осыны тәуелсіздіктің бірінші жылдары бастауымыз тиіс еді. Мысалы айтайын, бәріңіз білесіздер, еврей халқын. Солардың көсемі Леви Леваев 30 жыл бұрын айтқаны бар. Еврей деген сөзді еврейдің баласының алдында айтылса, оның басы иығына кіреді деді қорыққаннан. Өйткені 2000 жыл еврейдің басын ұрғанды. Ал енді дейді біздің мақсатымыз еврей деген сөзді еврейдің баласы естігенде басы көтерілсін, кеудесі көтерілсін деп. Біз қазақ, сорлы қазақ болып тұрмыз. Осы сөзді айта алмаймыз. Мен қазақпын деп намыстанып айта алмаймыз. Сол үшін айтып жатқаным, әр қазақ мен қазақтым деп көшеде жүрсе де, транспортта жүрсе де, қайда барса да өз тілін дәріптеп, өзінің мәдениетін көтермесе, Американ, Европа келіп бізді көтермейді. Құрметті ағайын, мен 6 тілде еркін сөйлеймін.
20 елде 15 жылдан аса қызметте болдым. Қазақ сияқты сорлы, өзін мен қазақпын деп айта алмайтын халықты мен ешқайда көрген жоқпын. Сол үшін айтатыным міне, осы жиналыстың тоқетеріне қазір бір құжат шықсын, қай жерге қол қою керек болады. Ал біреу қазаққа қарсы шығып жатыр, оқ атып жатыр десе, міне кеудемді тосуға дайынмын. Аман болайық. Рахмет жаңашылдық пікіріңізге. Жаңа енді айтып отырсыз, осы мәселе төңірек бірдеңе айтайық. Біз руханият орталығы қазақ тілін оқыту курстарын жүргіземіз. 1000 адамға биыл оқытып отырмыз. Соған жаңа болашақ қауымдастығының басшысы, ол шетелде, Ресейдің жерінде өстіп сол жерде туған адам екен деп өзі айтып шыға бердім жаңа.